Қазақтың қолөнер тамыры терең бойлаған ұлттық мұрамыз. Ши тоқу өнері 15 ғасырдан бастап дамып келе жатыр. Ал бірақ қазір ол ұмытылып бара жатыр. Сондықтан қазір біз сіздермен бірге ши тоқу өнерімен танысатын боламыз. Бүгінде осы көне өнердің әрі қарай жаңғыртуына үлес қосып жүрген Қазынаскол мектебінің директоры Ермекова Дамелі Серіковнамен бірге ши тоқитын боламыз. Ал кеттік! Сәлеметсіз, Дамелі апай. Сәлеметті, Айзере. Көңіл-күйіңіз қалай? Шүкір. Төрлет. Біз бүгін не жасаймыз? Біз бүгін ши тоқимыз. Ши тоқу дегеніміз негізі біздің ата-бабамыздан келе жатқан қолөнердің түрі. Ши тоқығанда оны бұрында тұрмыста жиі көп қолданған. Қай жерде қолданған? Киіз үйдің бір бөлшегі ретінде қолданған. Керегенің сыртынан ораған. Одан бөлек шидің 3 түрі болады. Шым ши, ақ ши және ораулы ши. Біз бүгін соның ораулы ши жасаймыз. Шым шимен киіз үйдің сыртын ораған, ақ шиге ыдыс кептірген, құрт кептірген, ірімшік кептірген, еттің астына төсеген. Қазіргі таңда біз оларды көп қолданбаймыз, өйткені бізде қазір дастархан бар, поднос бар, сондықтан да біз көбінекей ши тоқуды қазіргі таңда біз қолөнер бұйымы ретінде жаңағы балаларды дамытуға арналған құрал ретінде қолданып жатырмыз. Сондықтан біз бүгін ши тоқимыз. Мына жерде мен саған дайындап қойдым. Қызғалдақ гүлін тоқимыз. Қызғалдақ гүлі туралы сен білесің бе? Қазақстанның қандай қатысы бар екенін? Жоқ. Қызғалдақ гүлі бізді Қазақстан қызғалдақ гүлінің отаны болып табылады. Сондықтан да біз қызғалдақ гүлін алдық және біздің өзіміздің оюымызды алдық. Ақбота бүгін ою тоқиды. Айзере бізде қызғалдақ гүлін тоқиды. Гүлді ұнатасың ба? Иә. Ұнайды. Енді былай қоямыз. Сосын байлаймыз. Және байлап көрші өзің. Ақбота, сен жүн орап жатырсың, е? Ақбота, сен шидің қандай пайдасы бар екен, ши тоқудың қандай пайдасы бар екен білесің бе? Иә. Миға дамыту. Сосын саусақтарды. Ширатады, саусақтарды. Ширатады. Саған жалпы ұнай ма ши тоқуға? Иә. Осыған дейін не тоқыдың сен? Ою. Жалпы ши біздің Қазақстанда өсе ме? Оны кез келген уақытта жұлып алуға бола ма? Ши негізі бізде шөлейтті аймақтарда өседі. Ши өсімдігі ол ортасы бүтін болып шығады. Қамысқа ұқсас, бірақ жіңішке болады және ортасы бүтін болады. Ол шиді өзі піскен уақытында жұлады. Оны жаңбырдан кейін түбіріменен біртіндеп суырып алады. Онан кейін сыртын кептіреді, кепткеннен соң қабығын тазалайды. Қабығын тазалап біткен соң оны сұрыптайды. Жуанын бір бөлек, жіңішкесін бір бөлек. Жіңішкесін ақ шиге пайдаланады, жуан шиларды осындай сыртын жүнмен орап, әсемдеп шым ши тоқуға пайдаланады. Қандай керемет. Жалпы шидің қандай қасиеттері бар? Ши деген міне көрсеңдер, мынандай Ақбота қарай ғой. Мынандай түбіменен жұлып алады, көрдіңдер ме? Түбіменен жұлып алады, мына жерде қабығын ашығанда осындай орындар қалады, буындары. Бұның сыртына ешқандай май жұқпайды. Сыртын жуған кезде бұл тап-таза болып жуылады. Сондықтан да бұның үстіне құрт, ірімшік жайған кезде ешқандай артық иісі, артық нәрсе болмайды. Жуып алып отыруға да ыңғайлы және бұған орап көшіп қонғанға да ыңғайлы болған. Біздің ата-бабаларымыз білесіңдер ғой, көшіп қонып жүрген көшпенділер болғанбыз. Сондықтан көшкен кезде де өте ыңғайлы болған. Ораулы шиларды, тоқылған шиларды орап көшуге жүктің үстіне артып алған. Жаңа Ақбота айтып кетті, ши тоқудың пайдасы миыма жақсы болады, саусақтарымды ширатады деп. Одан бөлек бұл біздің ұсақ моториканы дамытады балаларға. Қазіргі таңда осылай ұсынып жатырмыз. Ши пазл деген қолөнер жиынтығы бар. Осы арқылы біз балалардың ұсақ моторикасын дамытуға қолының. Біріншіден, екіншіден ол жаңағы мидың екі жақ шарының дамуына әкеліп соғады, өйткені екі қол бірге жұмыс жасайды. Одан бөлек қолдағы барлық рефлекторны нүктелерді қозғау арқылы ішкі органдарға да массаж жасай отырады. Жалпы шиді кез келген адам тоқып үйрене ала ма? Иә,
кез келген адам 6 жастан бастап ши пазл қолөнер жиынтығы арқылы тоқып үйрене алады. Бұрында шиді ер адамдарда, әйел адамдарда, үлкен кісілерде, балалар да барлығы бірігіп тоқыған. Сол арқылы бізге отбасылық құндылықтарды үйреткен. Түсінді ме? Иә. Отбасылық құндылықтар, қолөнер, өстіп қолдан қолға, атадан балаға солай үйретілген. Менің гүлім әдемі болып шығып келе жатқан секілді. Иә, әдемі болып шығып жатыр. Бұны кез келген бала әдемілеп осылай жасай алады. Сен бір дегеннен жақсы жасап жатырсың. Маған ұнап жатыр, басқа балаларға да ұнайтын шығар, иә? Әрине. Қолмен жұмыс жасаған кезде балаларды шыдамдылыққа, төзімділікке, бір ерекше күйге бөлейді ши тоқу өнері. Одан бөлек жаңа айтып өткендей, балалардың физиологиялық дамуына да өте үлкен үлес қосады. Ендігіде ши тоқып үйренесің бе осылай? Иә, өте қызықты екен. Қандай әдемі болып жатты. Әзері қара ботан жасаған. Керемет болып шықты. Ұнады ма саған? Иә. Ақбота өзіне ұнады ма? Иә. Мә, қандай әдемі болып шыққан. Мұғалім енді бұны қайда қолданса болады? Көрме қандай әдемі гүл болды. Бұны ыстық нәрсені астына қойып қойса да болады, қабырғаға іліп қойсан да болады. Болмаса міне көрінбе, мынандай қылып сумочка жасауға да болады. Мә, Қол әдемі дорбалар екен. ұстауға болады. Бұл жерде біз аппликация ретінде қолдандық. Міне көрдіңіздер ме? Мынандай үлкен сумкалерге де пайдалануға болады. Өзіміздің қол өнерімізді барлық жерде барынша насихаттап жүруге мүмкіншілік туады осындай кезде. Осылай қол дорбаға салып ұстап жүрсеңіздер, сіздер көп адамдардың көзін қызықтырып, бұл нәрсенің біздің ұлттық қол өнеріміз екенін, ши тоқу өнері екенін айтуға тілге тиек болады. Балалар, сендер бүгін ши тоқу өнерін үйрендіңдер. Ұнады ма ши тоқу өнер? Иә, әрине. Тағы да тоқисыңдар ма? Иә. Енді келіп тұратын боласыңдар. Ши тоқудан басқа да ұлттық қол өнер үйренулеріңізге болады осы мектептен. Иә, рахмет, сізге де рахмет. Ісіңіз алға баса берсін. Амин. Мен бүгін жаңа дүниені үйрендім. Бұл әрине кішкене қиын болғанмен өте әдемі болып көрінеді екен. Бірақ мен үйреніп алдым. Әрине, кез келген бала басында қиыншылық туғызғанмен, онан кейін үйрене алады. Бәрін осылай ши пазл жиынтығы арқылы оңай үйренуге болады екен. Көрдіңдер ме? Иә. Қадірменді көрермен, бүгін біз сіздермен бірге, Дәмелі апаймен бірге осындай әдемі шилерді тоқыдық. Қарағанды облысы Қазақстан халқы ассамблеясының YouTube парақшасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар!